Теңіздегі ең шулы жәндік ол кәдімгі аш-шаян екен. Пішіні жағынан өте кішкентай болғанымен оның шығарған дыбысы теңіз түбінде 246 децибелге жетеді екен. Ал ауада бұл көрсеткіш 160 децибелге азайғанымен, соның өзі реактивті ұшақтың ұшқан кездегі дыбысын басып озады екен. Таң қаларлық жағдай әрине, түсінем, бірақ эмоцияңызды іште сақтаңыз. Себебі бұл шулама шоуы және оның жүргізушісі мен Нұржан Еркінұлы. Шуламаймыз. Әр үйде айтылатын сөз. Шулама. Кейбір үйде тіпті ысқырма деп те жатады, ақша болмайды. Ал біздің бағдарламада болады, менің талабыма сай, егерде тапсырманы орындасаңыздар. Сонымен қатар жеңімпазды әрі бас жүлденің иесін дыбыс өлшеуіш құралы анықтайды. Ханымдар мен мырзалар, егер қарсы болмасаңыздар, бүгінгі шуламаның қатысушыларымен танысайық. Аңсат Ділдабай, Ануар Сарыбаев, Еркехан Абдуллаев, Еркехан Juniors тобы. Не деген стиль! Браво! Мәулен Әміров, Еркеблан Ермекұлы, Бауыржан Қаңтарбаев. Жаңа жауын басылған. Ағайынды бауырлар әрқашанда бір болар. Браво! Жарайсыңдар, келеме, брависсимо! Кім ойынды бастайды, соны анықтаймыз, оны анықтайтын жеребе. Дұрыс таптаңда. Тезірек, Мәулен. Жоқ. Көрсет, кәне? Ағайындылар ойынды бірінші боп бастайды. Берілген тапсырманы 30 секундтың ішінде дыбысын шығармай орындау қажет. Егер тапсырма дұрыс орындалса, 5 пай болып есептеледі. Ағайындылар осы тобынан кейін кейбір қыздар апалы сіңлілер деген топ ашатын шығар деп ойлап жүрмін. Әлбетте. Бірақ енді берілетін тапсырма, жынысқа бөлінбейтін тапсырма. Сен студент болғансың. Сондықтан да мына бұйым саған таныс шығар. Таныс. Рефераттар. Алдында тұрған қағаз және сенің тапсырмаң 30 секундтың ішінде қай жерден болса да өзің білесің, 10 рет осы степлермен қадап шығу қажетсің. Екі қағазды бір-біріне жабыстырып. Түсінікті ғой. Бастаймыз. Неше рет жасадың? Екі рет. Сен ұмытып кеттім дауысты. Сен нашар студент болғансың ғой дейін. Алғаш кезеңнің тапсырмаларын орындауға екінші топ шақырып отырық. Juniors тобы Еркелет мен Ringo Lights деп атайын бұларды. Және бүгінгі сендерге беретін алғаш тапсырманы орындайтын ойыншыны атаңдар. Ануар, кел ортаға. Әнуар туралы қысқаша айта кетейін. Әнуар көп сөйлемейді. Әнуар көбінесе я және жоқ деп қана айтады. Солай ба? Я деп айтайын болсаң бастаймыз. Бастаймыз. Бұл да өте көңілді жігіт. Ал тапсырманы орындап болғаннан кейін көңілді бола ма? Сол қыз болып тұрмаған. Алғашқысыны жасады. Әнуар, мен ойлап едім, сен жасап болғаннан кейін кәдімгідей белгілі бір кинода я деп көрем деген, бірақ олай болмады. Өткен сен екінші рет әрекет жасаған кезде біздің дыбыс өлшеуіш құралымыз бажылдап қоя берді. Демек, сен тапсырманы орындай алмадың. Мәулен, сенің тапсырмаң өте оңай. Нағыз шығармашылық тапсырма деп айтсақ болады. Алдында тұрған мына фигура, 6 бұрыш. Осын сен бізге қиып алып беру керексің. Дайынсың ғой? Бастаймыз. Менің қолымнан келмейтін тапсырмалардың бірі. Ешқашан қолыма қайшы ұстап көрмеппін. Бірақ орындауға болады. Ең басты бұл жерде жылдамдықта қажет еткені уақыттың жартысы өтті. Мәулен енді ғана кесуді бастады.
Әттең ай әттең. Жүрегім жалғыз. Жүрегім жалғыз. Бәріңе Қағазым бірдей. жалғыз, қайшың жалғыз және уақыттың сенде 6 секунд уақыт қалған. Сен бәрібір неше рет кесің? 1 рет, 2 рет, енді ғана 3-ші рет кесіп жаттың. Көңілгең түсірме. Көңілгең түсірме. Ой, енді ғана басталды. Көңілдірек, жігіттер, мен бағдарлама бойынша жұбатып жүрмеймін, жарай ма? Еркехан дайын, бастаймыз. Еркехан қайшыны алғанның өзінде біздің дыбыс өлшегішіміз айқайлай жазады. Өте сақ жігіт екен, бірақ кішкене тезірек қимылдай берсе де болады. Ай-ай-ай. Еркехан, не болды? Сен бір-ақ рет кесіпсің ғой мынаны? Сен жалпы бірдеңелер кесесің ба? Жоқ, негізі кесуге қызықпаймын. Қызықпайсың? Жалғайтын шығарсың сен. Жалғаймын ғой бәріне. Біз кесіп тастаймыз қазір, жалғап берсесің, жарай ма? Рахмет, көп. Топта да еркесің ба? Еркемін. Сені еркелететін шығар. Еркелетеді. Иә, кейде ағаларың жол пұлыңды беріп жіберетін шығар, иә? Таксиің төлеп жіберетін кездер бола ма? Тамақты алып береді, жасап береді. Ерке болған, кіші болған жақсы. Ал мен саған керемет мүмкіндік сыйлаймын, егер де қазір тапсырманы орындасаң, мына жерде тұрған ақша, яғни автобус пұлыңды өзім беріп жіберемін. Жақсы болды. Неге қайтамыз? Өзің көріп тұрғандай алдыңда тұрған тиындар және тиын салғыш, тиын жинағыш деп те атайды. Осыған үшеуін салуға жетсің. 30 секундтың ішінде 5 ұпай үшін. Бірақ жеңілдіктер бар. Қандай жеңілдіктер деп сұрасаң айтам. Сұрасай. Қандай? Қалай бұны қимылдатсаң да өз еркіңде. Бірақ жоқ, мен тарсылата беремін, маған болады. Маған болмайды. Саған болмайды. Сен шуламауға жетсіңіз. Бастаймыз. Еркелан, сен егерде үйдегілерден білдірмей тиын салғыштан ақша алатын болсаң, ұсталып қалатын едің. Ұсталып қалатын едім, иә. Әттең тонның келтесі. Әттең тонның келтесі ай. Қорқпайсың ба? Қобалжып тұрған жоқсың ба? Бар кішкене. Не бар кішкене? Енді Қорқыныш? бар, алғаш рет осындай шоуға қатысып жатқаннан кейін. Бірақтан біз үшін қызық, сол себепті дайынбыз. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Егер де қазір аңсату орындай алмай қалатын болса, онда екі топта алғашқы кезеңде 0 ұпайдан жинайды. Ол бірден 3 тиынды қатарынан салмақшы. Ұныққан жігіт екен. Ассалаумағалейкум, аңсап. Не істеп жатсың? Үшеуін бірдей салып жатсың, жарайды, барлығы дұрыс, бірақ сен үшеуін алдында төбеден тастай салдың. Әдісін ебін іздеу қажет еді. Жарайды, дегенмен мен саған бір қызық жаңалық айтайын. Сен жеңіліп қалсаң да 0 ұпай жинаған ағайындылар тобымен есепті теңестірдің. Жарайсың. Рахмет. 45 секунд ішінде берілген тапсырманы артық дыбыссыз орындау қажет. Егер тапсырма дұрыс орындалса, онда 10 ұпай береміз. Басты қағида – шулама. Алдында тұрған шынжырды 45 секундтың ішінде сен шелектің ішінен шығару керексің. Артық дыбыссыз, артық шусыз. Түсінікті ғой? Түсінікті. Дайынсың ба? Сәттілік. Ал, дайынбыз. Бастаймыз. Өте жақсы істеді. Шынжырды алуының өзі жақсы басталды. Бірақ ол үшін 15 секунд уақыт жұмсады. Ол бар уақыттың 3-тен 1 бөлігі. Қалған уақыт қалай болар екен? Әзірге шамамен сетке бар, мен ойымша қазір өзінің топына ұпай сыйлайтын сияқты. Саған не жетпей қалды? 1 секунд жетпей қалды, немесе 1,5 секунд.
Бастаймыз. Алғашқы жынысының өзі тарсылап жатыр. Қиын болатын сияқты балаға. Аңсат, не болды? Неден қате кетті? Мен қатты оралып кеткен. Бауыржан, өзің әндетесің, ән айтасың, иә? Алматыда жаңа жауын. Жаңа жауын басылған. Жарайсың. Браво. Қошеметтеп қояқ, өнерді бағалау керек. Енді саған ән айтқызбаймыз. Аха. Әнді кейін концерттерде, бейнебаяндарында айта жатарсың. Саған берілетін тапсырма. Мына қол шатырды көріп тұрсың ғой. Екеумізде бір шатыр болып тұр қазір. Бірақ саған қалдырам осынан. Сен осы қол шатырды ашу керексің 45 секундтың ішінде. Дәл осылай. Алысқа, мында алып кетпейсің. Дәл осы жерде. Қол шатырың қолыңда. Кеттік па? Ал кет. Бастаймыз. Шықырдың өзін. Біздің дыбыс қабылдағышымыз өте қатты сезіп тұр, көріп тұрсыздар ғой. Не болды? Бірлі түн. Ойбай. Екеумізде бір шатыр деп. Мына шықырлағы саған шықырлағы кейде екен ғой. Иә, солай болды ғой деймін. Бірақ дегенмен мына қол шатыр әдемі шатыр екен. Қол шатыр екен. Мына саған сыйлай салайын. Ең болмаса қол шатыр алып қайт. Сұрақтар жоқ қой? Жоқ. Дайынбыз ғой? Иә. Иә, бастаймыз. Қазір көрейік, я жоқ жігіттің не істейтінін. Я бола ма, әлде жоқ бола ма? Жиырма секунд уақыт кетті. Әлі тапсырма орындалған жоқ. Ай, блин. Әнуар, не болды? Неден қателестің? Сен әдемі ашып келе жаттың да жіберіп қойдың ба қолыңнан? Иә. Өкінішті, жақсы ашып келе жаттың. Мен ойладым, сен өзіңнің тобыңа алғашқы ұпайды сыйлайды деп, бірақ өкінішті. Шаулин, Маулен шақырамыз. Келе ғой Маулен атаға. Ал, Соңғы бітіміз. соңғы теңіз жүгір ауыр. Өзде топтағы салмақты жігіттердің біріне ұқсайды. Алғашқыда, тек алғашқыда ғана. Ал енді, Мәулен, сен тапсырмаң бұлай. Алдыңда тұрған қорап және ондағы пенопласты көріп тұрсың. Осы бәлені артық дыбыссыз 45 секундтың ішінде алып шығуға жетсің. Қалай алсаң да өзім білем. Қалай алсаң да өзің білесің. Орнынан қозғамасаң болды. Бастаймыз. Бастаймыз. Қарап тұрсаң, оңай тапсырма сияқты. Жай ғана тартып шығып алу. Бірақ олай емес. Маған сеніңдер. Мәулен, дыбыс қайдан шықты, соны білгім келіп тұр мен. Білмеймін қайдан шыққанын. Сен үйден бұршақ жеп келдің. Неге бұлай болған? Мен ойладым, мен бұны қазір бұлайны алатын болса, мен бұлай никак ала алмаймын мен бұны. Енді үшінші қолым жоқ қой, ойладым мен ауызбен тістеп тұрып ақырындап, мына алынуға болады негізі, бүйтіп ақырындап, бүйтіп. Әнуар не дейді? Әнуар. Я, әлде жоқ? Я. Дайын болсаң бастаймыз. Ал көреміз. Егер де еркекің қазір тапсырманы жақсы орындаса, онда команда соқпай алады. Мен шындай айтсам оған күмәнданамын. Не деген аяқ киім? Ауылдың балшықтарына осындай аяқ киім салсаң ғой,
Сізге жақсы келе жатыр. 15 секунд уақыт бар. Мінекей, топтағы ең кішісі өзінің командасына ұпай әкелді. Керемет өнер көрсеттің. Гольф шарын кедергілерге тигізбей мәреге жеткізу қажет. Егер шар қоңырауларға тиетін болса, онда жеңілдіңіз. Ал жеңімпаз 15 ұпаймен марапатталады. Ағайындылар тобы гольфті жақсы көретіні рас па? Бірінші рет өзі сол байдың ойындар ғой бұл. Жанатбек Байтеков ешқандай осындай гольф секілді ойындарды ойнатпады ма? Ойнатады, бірақ гольфтан басқа ойындар. Айтқан бір түрлі екен, гольфті бастаймыз деп. Біз гольфті бастаймыз. Кеттік. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Біз саған жанкүйеріміз, дайын болсаң бастаймыз. Дайын. Бізде мынандай мақал бар, айдағаның 5 ешкі, ысқырығың жер жарат дейді. Сенің дайындығыңнан кейін мен сенің шарың кіріп, бері шығып, тағы бір келе ма деп ойладым. Не деген? Сәтсіз ойын, жарайды. Ринго тобын Алуа Қонарова шетелге апарып жатыр, Түркияға. Жақында Аянды көрдік, кәдімгідей күнге қыздырынған. Сендерді қыдырып тұра ма? Шетелге шығармаса да қалаң ішінде гольф клубтарға апара ма? Әлде тек Әрине қыдыртады ғой, бірақ енді емен осындай міндетті түрде гольф клубқа емес. жарайды. Біз қазір гольф ойнаймыз. Ойнап көргендер бар ма араларында? Алғашқы рет. Жоқ. Алғашқы рет ойындап жатырмық. Не болды? Ешкім ойнамаған? Иә. Мен де ойнамаған. Бірақ ойнаймыз. Бірінші болып кім бастайды? Мен бастап көрейін. Кел. Сәттілік дейміз. Бастаймыз. Ай-ай-ай. Бірден айтайын. Сен алғаш ойнаған адамға ұқсамайсың. Жарайсың. Жақсы соққы болды. Және тек дәлдік қана жетіспеді. Ал қажетті жылдамдық бұл жерде болды. Ай-ай-ай, Анвар. Тоқсан секунд ішінде қабырғадан темір табақты лақтырып ойнау керек. Егер табақты артық дыбыссыз қағып алса 5 ұпай береміз, ал егерде қатты дыбыс шығып жатса, сол 5 ұпайды шегереміз. Осындай ойындар, осыған ұқсас ойындар ойнағансыздар ма? Қабырғадан бірдеңе лақтыру деген сияқты, немесе қағып алу, ондай ойнамағансыздар ма? Жоқ, ауылда жаңағы үй салған кезде шлакты деген сияқты көтеру болмады. Иә, соңғы кезде мына көп қабатты үйде тұратындардың, мысалға әсіресе ер азаматтардың парызы, ол жұбайлық парызы қоқыс лақтыру. Қоқыс жәшігіне жақындамай лақтырады көбісі. Кейде дәл түспей жатады. Қоқыс жинаушылар ол туралы біраз жылы сөздер айтады, әрине ол үшін. Сендер лақтырасыңдар ма сөйтіп? Жоқ, біз өте тәртіптіміз. Сендер актерсіңдер ғой, әншісіңдер, нағыз өнерлі жігіттер. Енді бұл өнерде қолдарынан келеді деген ойдамын. Табақ тала ғой. Егер дайын болсаңдар, жігіттер дайын болса, біз бастаймыз. 1,5 минут уақыт құзырларында. Қазір ойынның тағдыры шешілетін сәттің бірі. Сондықтан да іске сәт. Дайынсыңдар ма? Барынша тырысамыз. Дайынбыз. Бастаймыз. Дайын екен жігіттер. Дайындық өте жоғары деңгейде. Бес бай шинамақты күле жігіттер. Қарызға кіріп кететін сияқты. Енді қазір Жанатбек ағай егер көріп отырса, мына жігіттерді біздің 1-2 тойымызға тегін кіріп шығуға уәде беретін шығар. Мүмкін емес. Тәрлік едім, тәрлік ағыма. Екінші сәтті қағып алды.
уақыт болды. Ар жақта біреу құлады. Кім ғой? Мәулен ғой деймін. Мен Аманмын. мына жерден шыққым келмей тұр. Осының ішінде қала беремін ау деймін. Бергел, қарабет топ тұрған түсініп тұрмын менде. Неше рет тосқаныңды білесің бе? Ары кетсе 3 рет қағып алған шығармыз. Еркебұлан ары кетпеді. Ары кетпеді. 3 рет қағып алмадыңдар. Сендер 2 рет қағып алдыңдар. Ал егер минустарын есептейтін болсақ, сендердің біз ойыннан кейін шапандарын шешіп болып қаламыз. Осылайша ағайындылар бұл кезеңді аяқтады 0 ұпаймен. Енді біз Juniors тобын осында шақырамыз. Ал енді қымбатты көрермендер, Juniors тобы осы тапсырманы орындауға дайын, және менің жанымда Еркехан тұр. Еркехан, саған бірінші сұрақ, өскенде кім боласың? Әнші болады деп Спортшы болмайсың ба? Жоқ, спортшы болуға. Әне басқа қандай өнер бар сенде? Негізі барлығы музыкамен байланысты, шынымды айтса. Музыкамен байланысты. Бірақ турникте мен мындай легкий атлетикалар жасай аламын, айналып былай. Ал кішкентай кезде қызыққам, иә. Сол спорт жағынан сол ғана. Ағайындылар тобының әнін айтып қойғыр. Рас па деп тағы. Жарайды. Жігіттер дайын болса, бастайық. Рахмет. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Juniors дайын. Бастаймыз. Жақсы, сәтті. Екінші сәтті. Үшінші жарайсыңдар. Менің ойымша бұл жігіттер өте керемет ойынның үстінде. 4 рет жақсы қағып алды, және 2 рет сәт қағып алды. 4-3 есеп, сіздер де санай беріңіздер. Алысқа лақтырмаса. Оқушыларым дәл осылай ойнаса, оларды кешірмеймін. Стоп! Уақыт болды. Және ең қызығы, осы жерден бастадық, осы жерден аяқтадық. Ал ойын қалай болды? Ойын керемет енді қобал. Мен саған айтайын, егер әншілікте жолың болмай жатса, жолың болмай жатыр деп айту қиын әрине, бірақ дегенмен сен жақсы қақпашы болады екенсің. Кішкене статистикаға жүгінейік, иә? 15 рет сендер жақсы қағып алдыңдар. Яғни артық дыбыссыз. Және неше рет шулаттыңдар, білесің ба? 12 рет. 12 рет? Сен есепке жүйрік екенсің. Дұрыс айттың ба? Бірақ сәл қателестің. 11 рет, және сендер минусқа кірген жоқсыңдар. 20 ұпай жинадыңдар. Бұл да бір жетістік деп есептейміз, өйткені мынадай ойыннан кейін ұпай жинау ол мүмкін емес нәрсе. Бірақ дегенмен біз осы жерден осы кезеңді аяқтаймыз және келесісіне көшетін боламыз. Бұл кезеңде уақыт шектеулігі жоқ. Биік құламадан велосипедпен кедергілерге тимей, артық дыбыссыз өту қажет. Дұрыс орындалған тапсырма 15 ұпай. Ойыншылар дайын болса, біз алғашқысын осында Мәуленді күтеміз. Мәулен дайын ба? Мәулен бір партияның ұранын айтып тұрған сияқты дайын екен. Онда бастаймыз. Кеттік. Жарайсың, Мәулен, әдемі өттің. Сен өтіп қана қоймай, әдемі бұрылдың кәдімгідей. Велосипед теуіп үйреніп қалғанбыз ғой. Ана арықтың бойымен кей кезде қашамыз ғой, арықтан иттер қуалайды ғой. Сол кезде ана маңайда екі жақта толып тұрған шөптерден тигізбей өтуге тырысамыз да. Содан үйренгенім бар да. Сен тек өзіңнің велосипедін айдайсың ба, әлде біреудікін ұрлап айдап кеткен кездерің болды ма? Енді ондай кездерде болған дос балаларымдыкін. Қымбатты полиция, егер де көріп отырсаңыз, тезірек жылдам осында келіңіз. Біз ұрланған велосипедтің біреуін таптық. Еркебұлан, секіріп тұрсың кішкене, ұшып кетпе, жан жаққа. Дайын болсаң кеттік. Жарайсың, біздің бағдарламада жылдамдық туралы ештеңе айтылмаған. Сен жай өттің, асықпай өттің, ол маңызды емес. Асықпаған арбамен қоян алады дей ма? Бізде қоян дайын емес қазір. Қоян жоқ. Қоянды пісіреміз кейін.
Ең бастысы сен өттің және дәл қазір ұпай бойынша екі команда теңесті 30-да 30. Ағайындылар тобында алға шығуға керемет мүмкіндік бар. Ол мүмкіндікті топтағы ақсақал деп айттық. Сондай бір сыйлы жігіт. Иә. Бауыржан мүмкін тобына сыйлайтын шығар. Кеттік. Ай. Өзім түсінбей қалдым. Түсінбей қалдың ба? Екеуінде болып кетті. Сен көңіліңді бір нәрсеге аударып кейде мысалы ән айтып тұрғанда көңіліңді әнге аударып билеуді ұмытып кеткен кездер бола ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Ондай Ана болған. екеуі неғылған кезде әрқайсымыз қасымызда бір адамнан тұрды. Не сондай көмектесіп. Енді қалай болғанда да сен ережеге сай өтпедің. Иә. Сен біздің талабымызды орындамадың. Сен менің айтқан тапсырмамды ойдағыдай жасамадың. Сондықтан да сен тобыңа ұпай әкелген жоқсың. Бірақ дегенмен осы кезеңде сендер шүкір деп айтайық, ұпай жинадыңдар. Соған да риза болайық, бір-бірімізге қол соғып қояйық. Енді дәл осы тапсырманы Juniors тобы орындайтын болады. Соларды күтеміз. Бірінші болып өтетін осы топтағы тек қана иә жоқ деп жауап беретін Әнуар. Егерде Әнуар өте алады десеңіздер иә, әлде өте алмайды десеңіздер жоқ деген сөзді кез келген нөмірге SMS-пен жіберіңіздер. Егер Әнуар дайын болса, біз бастаймыз. Әнуар дайынбыз ба? Мен басқа жауап күтпедім. Кеттік. Әнуар, иә емес, сен жоқ деп түсу керек едің. Қате өзіңнен ба? Иә. Сәттілік жетіспеді ма? Иә. Мүмкін ақылды жетіспеген шығар. Жоқ. Жарайды. Алуа ұрса ма? Білмеймін. Білмеймін. Тағы бір сөз қосылды. Білмеймін деген. Мен ойымша, Алуа білетсе мен не істеу керек екен, солай ғой? Иә. Жарайды. Алғашқы ойыншы сәтсіздікке ұшырағанмен әлі бұл топта екі ойыншы бар. Және біз сол екі жігіттің өнерін тамашалайық. Я жоқ досым, дайынсың ғой сенде, жанкүйер болуға. Еркехан, дайынсың ба? Барлығы дайын, көрермен дайын болса, бастаймыз. Кеттік. Мен қазір бір нәрсе айта кетейін сіздерге. Егерде осы үш ойыншының үшеуі де өте алмағанда есеп теңесіп 3-те 3 болып қалатын еді. Немесе 30-да 30 деп айтсақ болады. Бірақ бұндай тепе-теңдік болмайды, өйткені Еркехан өзінің тобына ұпай сыйлады және жеңімпаз атанды. Шын жүректен құттықтаймын. Аңсат өзінің тапсырмасын орындауға дайын. Оған оңай емес, өйткені оған арнайы біз бас киім кидірдік. Өзінің шашына қазір өзі тұншығып жатыр. Сондықтан да оны тезірек тапсырмасын орындатайық. Аңсат, дайынбыз ғой? Давай, француз. Аңсатқа сенеміз ғой? Сенеміз Аңсатқа. Сенбейтіндер бар ма әлде араларында? Я жоқ досым, барлығы түсінікті. Сонымен, Аңсат дайын, сен дайынсың ғой? Иә. Онда бастаймыз. Ой, жарайсың. Жарайсың, мінеке өздеріңіз көрдіңіздер, жас болса да Аңсат өзіне берілген тапсырманы керемет орындап шықты. Құттықтаймын. Отызда 60 есебімен бүгін жеңіске жеткен Juniors тобы. Мінеке, байқадыңыздар ғой. Шулама шоуында өздерінің жеңістерінде шуламай тойлауда. Жарайсыңдар. Қарсыластарымда құттықтауын қабыл алыңдар. Жарайсыңдар. Алға. Ағайындылар тобына да үлкен алғысымызды білдіреміз және топтың капитаны, топтағы ең жас үлкен сыйлы азаматы Бауыржан. Ерекше атап өткім келіп отыр, өйткені сен өзің тобыңа бүкіл 5 кезең бойы 0 ұпай әкелдің. Балдарды қойды. Жастардың Арасында болса енді. Енді естерінен шығармаңдар, қайда барсаңдар да шуламаңдар. Жарай ма? Жігіттерге айтарым, қашанда жастар сыйлаңдар. Мен сияқты.
Ақтық мәредегі тапсырманы орындау үшін 90 секунд уақыт беріледі. Осы уақыттың ішінде әрбір ойыншы қолындағы ыдысты құлатпай, сақырлатпай, артық дыбыссыз жүздеген кедергілерден құралған жол торабынан алып өтуі қажет. Егерде үш ойыншы да тапсырманы орындап жатса, бас жүлдеміз 100 000 теңгені иеленеді. Ал егерде екі ойыншы дұрыс орындаса, тапсырманы 50 000 теңге. Ал егер бір ғана ойыншы тапсырманы дұрыс орындаса, онда 25 000 теңге иеленеді. Егерде ешкім бұл тапсырманы дұрыс орындай алмаса, онда ақша өзімде қалады. Біз гранд финалға келіп жеттік, және оны бастайтын Juniors тобындағы Еркехан. Еркехан, оңай емес әрине мұндай сайысты бірінші болып бастау, бірақ бастайын дегенше кішкене әңгімелесейік. Менің естуімше, сендердің түсірген көптеген алғаш клипті, сол клиптегі әнді сен жазған екенсің. Иә, солай. Сөзінде әнінде сен жаздың. Иә, мен жаздым. Ән көп шығарасың ғой? Ән былай, иә. Бірнеше әндерім бар. Бірнеше әндерің бар. Иә. Бірақ енді қазір ән шығармай, дыбыссыз өтуге тырыс. Тағы бір сұрақ, сен әлі студентсің. Иә. Сенде қосымша табыс табу үшін әншілік жұмысыңды бастамас бұрын даяшы болып көрдің ба? Иә, істеп көрдім. 2 күн. 2 күн? 2 күн. Неге ұзақ істемедің? Мен Талғарда тұрдым да, сол себепті қиын болып кетті, қалада болды ол жұмыс. Сол себепті мен ауыстыруым керек болды, сосын шығып кетті. Әйтеуір бір ыдыс-аяқтар сындырып, сол үшін қуып жіберіп, ондай... Ыдыс-аяқ бірақ шақтым, иә, құлаттым да, төктім де, ондай болды. Біз сені тобыңдағы басқа жігіттермен мәреде күтеміз, сол жерге айқай шусыз тыныш келеді деген ойдамыз. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Еркехан дайын. Бастаймыз. Еркехан алыстан қараса, дәл осы көзілдірікпен Майкл Фелпске ұқсайды. Немесе Фелпс танымайтындарға айтайық. Джим Керриге ұқсайды. Ой-ой-ой. Әттеген-ай. Барлығын дұрыс дедің. Және құлап бара жатқан ыдысты да сен арқаңда көзің бар ма білмедім, бірақ сен тура ұстап алдың. Бірақ қатты дыбыспен. Соның арқасында біздің дыбыс өлшеуіш құралымыз барлығын сезіп қойды да айқайға басты. Нәтижесінде сен тапсырманы орындай алмадың. Аңсат, алға, біз сені күтеміз, көзілдірікті бере сал. Сәттілік тілейміз. Біз саған жанкүйеріміз, Аңсат. Осы сен орындамаған тапсырманы орындауға дайын, біз жанкүйеріміз Аңсатқа сенеміз. Егерде Аңсат және сен өтіп жатсаң, сендер әлде 50 000 теңгедей ақша ұта аласыңдар. Аңсат дайын ба? Аңсат дайын, бастаймыз. Кеттік. Аңсат асықпайды. Асықпай келе жатыр, төбесіне қарап қояды, жан-жағына қарап қояды. Бірақ әзірге жақсы келе жатыр. Артық дыбыстар естілуде, бірақ Аңсат бұл жерден өтті. 1 минут уақыт қалды. Аңсат еңкеймейтін жерлерде еңкейіп жүр. Мүмкін өзінің бойшаңдағы киізіп жасайды деп ойлайтын шығар. Аңсат өте ала ма, қалай ойлайсың? Сенбейсің ба сен? Менің ойымша Аңсат өте алмайтын сияқты, өйткені бар жоғы 30 секунд уақыт қалды. 1 минутта мына жерге келген азамат. Әттеген-ай, қап. Нормально. Қап деген ән шығарыңдар. Аңсат, сен осы жерге дейін қанша уақыт жұмсадың, білесің ба? 1 минут уақыт жұмсадың. Әнуар көп сөйлемесе де, я жоқ деп қана сөйлесе де, үнемі күліп жүреді. Осындай көңілді жігітке қол соғып шығарып саламыз. Әнуар, алға, біз сені күтеміз. Тек Әнуарда ғана үміт қазір. Егер Әнуар өтпесе, мамаларың сыйлықсыз қалады.
ақшасыз қалады. жоқ онсыз Тек да өзінің онсыз да ақшасымен сыйлай ғана. аламыз. Бір отбасы болғандықтан біз солай бір біріміз үшін ылғи да әрбір бір нанның өзін бір бөліп жеуге тырысамыз. Нанды майдалап жеген жақсы көресіңдер, иә? Жарайды. Ал мамаларыңа сыйлықтығы болады егер 4-ке бөлсеңдер. Қосылып аламыз ғой. Бірінші бөлеміз, сосын қосылып Қысқасы бәрібір продюсерлерге бересіңдер ақшаны, иә? Жас әнші деген осы. Жарайды. Әнуар, дайынбыз ғой? Иә. Кеттік. Әнуар топтағы жасы ең үлкен және ересек жігіттердің бірі. Біреу білсе, біреу білмес. Осы топтағы жігіттердің жиналуына басты мұрындық болған, себепкер болған дәл осы Әнуар қазір күлкілі жағдайда қалуда, өйткені қиын жерден өте алмай тіреліп қалды. Бірақ дегенмен өтті. Әрі қарай жарысты жалғастыруда. Және дәл қазір аяқ киімнің де оған кедергі жасаватқанын көріп тұрмыз. Жоқ, жалғастыруға болады. Өкінішті. Біраз армандады, ақша ұтамыз деп, бірақ ұтқан жоқпыз. Әнуар келі ортамызға. Жарайсың. Бағдарлама барысында сендер нағыз жеңімпаз болдыңдар. Бұл гранд финалға өткендер де бар, өтпегендер де бар. Ағайындылар жабылып келіп өте алмай жатыр. Сендер жас болсыңдар да осы биікті бағындырдыңдар. Сендерді шын жүректен құттықтаймын. Мамаларыңа, продюсерлеріңе, үйдегі аналарыңа ештеңе ұтып алмасаңдар да өздерінің өнерлерімен тапқан табыстарынан әлі талай сыйлық сыйлайсыңдар деп ойлаймын. Тағы да рахмет, қолдарыңды алып қойын, жарайсыңдар және бір-бірлеріңді құттықтап қойсаңдар да болады. Кейбір жәндіктер өзінің жемтігін аулау үшін тыныштығын бұзып, артық дыбыстар шығару арқылы аулайды екен. Ал біз болсақ, көрерменнің назарын шуламай-ақ аударамыз. Мен Нұржан Еркінұлы. Бұл Қазақтан қарағандағы шулама шоуы. Келесі аптада кездескенше. Шулама. Борцы, боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры. Нам не интересны алкаши, наша шкуры. Архитектура, тело спортсмена хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской.